10 июня 2024 года. Находимся в воинская часть по правую сторону. Здесь у нас отдыхает команда Carp Fishing Big Fish 17. Вот такие у них футболки. Сзади кумик, братан. Алейкум салам. Постоянно келет, демалат. Осылар негіз. Осылар 2 күн бұрын кеттік. Жақсы клев болып жатыр. Түнде с берега түсіп жатыр. Ал күндіз завоздан 200-ден ары корабликпен жіберіп жатыр. Былайша балық бар, негізінде балық бар. Жақсы. Китай городокта балдар отырды кеше. Бір суткіде нормально ұстап кетті. Нормально ұстап кетті, бұйырғаны болады. Неге түсіп жатыр? Основной. Дикардың макухасына, астына мамек. Мамек. Мамек силиконовый, да? Узнаем. Мынау томалағы. И мынау Тек осыған да ұрады. дикардың макухаларына түсіп жатыр. Так, балық. Вот смотрите, как они отдыхают. Тап-таза. Постоянно сөйтіп демалады бұлар. Көп рыбалықтарға пример берет. Негізі, кто рыбак, он постоянно чисто отдыхает. Мусор после себя убирает. Если он рыбак. А если такие чисто Конечно. туристы. Келген кезде жаңа тап-таза тұр. Тазалап кетсін. Жақсы. Бір жарым сутка. Результат бір жарым. Bir жарым сутка ма? Вот, жақсы. Примерно 1 кило 905 шықты. Ал кішентайы где-то бір килограмм 230 па сондай шықты. Зачет, короче. Вся рыба, да? Зачет. Mana. Bir жарым сутка дейді. Bir жарым сутка. Тағы ойлап қалмаңдар 3 күн дейді. 1 күн деп. Как она есть, олай айтып отыр. Рома қазір осы видеоны бәрі айтасыңдар, Романы өтірік айтады, анау деп. Мына результат негіз. Рома қолдап жүр. Шынайы видео жігіттер. Дұрыс. Демал мусорларды тазалаңдаршы. Кейін кезде жаңа тап-таза зор болады. Жеркеге келіп біз тап-таза екен. Қармақтарыңыз қандай? Қармақтарыңыз көрейік. Қармақ әртүрлі ғой. Ең қымбат қармақ қайсысы бұл жерде? Қымбат мына Яласка ең бар, акумалар. Акума. Катушкалар 8К, сондай. Жақсы. Қолдас қолдармен кегеміз. Вот, әдем демалыс. Осыдан 2 күн бұрында кегем, жақсы ұстап кеткен бұл кезде. Так, ішін көрсетейік. Тап-таза. Nerede не істеп жатыр? Кальян. Жататын жер. В общем, әдемі. Мынандай тент, свет. Балықшылар көбінесе келеді да, қандай қармақ қолдану керек шардарада, қалай ойлайсыз? Ең жақсы балық аулайтын. 390, ұзындығы 390 қармақ керек қой бияқа, основной. Сол кезде алысқа ұшады. Ал ана крокодил дегендер олар алысқа ұшпайды, жақын ұшады. Катушка қандай болу керек? Катушка енді минимальный бюджетный кадензалар ғой. Содан уже ары қарай каденза где-то бір 22 мың ба тұрады. Содан алу керек. Сондай сұрақтар бар да? Сіздер енді жақсы профессионально аулайсыздар ғой? Біз енді кішігірім жарыстарға шығамыз. Мына жігіт мына спортсмен. Осы жігіт аулап отқан. Дұрыс. 12-сіне, 15-сіне жарыс болады, наверное. Кукапати жарысы болады. Winner Fishing Атабек деген бауырымыз бар, досымыз. Сол жарыс өткізеді. Соған жағаны ләж болса 12 мен 15-ның арасына отырмағауларын сұраймыз. Айттық бәрін. Частан 10-ға қарай бұрылған кезде сөрге отыруға болады да, алдына мыс жағында жарыс болады. Поворотқа дейін. Поворотқа дейін. Сарыағашта алтын балық дүкеніміз бар, Нұрлан ағамыз. Сол Кукапати жарысын бастаған, осы Шардара су қоймасында. Орысшалап айтқанда паймал опустил қыламыз. Балықты ұстаған балығымызды қайтып суға жібереміз. Мен де осы 2 күн бұрын келдім, 5-6 балық ұстадым, бірақтан соның өзінде мен 1 кило 710 килограммды суға жібердім. Даже болса суға жіберіп, сөйтіп чіктер дәулер болса челлендж қылып. Сосын ана зеркальный карп деген балық бар. Соны да жіберейік, үлкен болсын, кішісі болсын. Өте дұрыс. Рахмет.